Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге осындай әдемі зефирімізге арналған букет жасап көрсететін боламын. Букетімізді жасау үшін бізге қалыңдығы 3 сантиметрлік осындай пенопласт қажет. Және циркуль, спашка 30 сантиметрлік, кішкентай скотч, двухсторонний скотч, қайшы, жіңішке лента, әдемілеуге арналған лента және канцелярлық пышақ, пищевая пленка, жасыл немесе осындай сары түсті қағаз, әсемдеуге арналған жасыл пленка және қызыл пленка. Екінші жағы осындай ашық түсті болуы керек, ендері 58 сантиметрлік. Мен диаметрі 20 сантиметрлік букет жасайтын боламын. Ол үшін циркульмен алдымен линейкаға өлшеп алып, пенопластқа қойып кесіп аламын. Сары қағазымызды осы пенопласттың бетіне қойып, бірдей етіп сызып, кесіп аламыз. Енді пищевой пленкамен орап шығамыз. Сары қағаз қойылған жағы бұл букеттің беті болып саналады. Бұған біз зефирімізді қоятын боламыз. Бұның арт жағына спашкілерімізді қадаймыз. Ең алдымен дәл қақ ортасына бір спашканы қадаймыз. Одан соң барлық спашкаларды жан-жағынан қадап шығамыз. Спашкамыздың барлығын қадап болғасын, жіңішке лентамызбен спашкамыздың дәл қақ ортасынан байлауымыз керек. Лентаны байлағанда спашкалардың арасымен өткізіп тұрып байлауымыз қажет, себебі әйтпесе лентамыз әрлі-берлі жылжып, қозғалып түсіп қалуы мүмкін. Сондықтан нақтылап, мықтап тұру үшін осылай спашканың арасымен өткізіп тұрып байлаймыз. Байлап болған соң букетімізді тұрғызып, аяғынан нық басып қараймыз. Ол тікесінен тұру қажет. Егер де қисайып тұрса, спашканың шеткі артық жерлерін қайшымен қиып алып тастаймыз.
пленкамыздың бір ғана данасын алып, дәл осы видеодағыдай бірдей көлемде етіп кесіп аламыз. Двухсторонний скотчымызды пенопласттың шеткі жағына айналдыра жабыстырып аламыз. Жасыл пленкамызды шамамен 30 сантиметрдей болатын етіп кесіп аламыз. Бізге бұндайдың 2 данасы керек. Жасыл пленкамызды дәл видеодағыдай кішкене жанына қарай қисайтып осылай бүктейміз және астыңғы шетінің 2 бұрышын осылай бүктеп степлермен қадап аламыз.